Барлығына сәлем. Бүгін мен сіздерге әлемге әйгілі жұлдызға айналған бомждың өмірі туралы айтып беретін боламын. Ал сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Бірнеше жылдар бұрын Тед көшеде тілемші еді. Алайда қазір ол әлемге әйгілі журналист және жылына бірнеше миллион доллар істеп табады. 1996 жылдан бері көше кезген, көшеде түнеген 53 жастағы Тед Уильямс өмірдің сыйын қолға кірітті. 2011 жылдың 3 ақпанында қарапайым журналист автомобилінде көшеде кетіп бара жатқан еді. Жолда ол: "Менде керемет дауыс бар. Мен ауыр күндерді басымнан өткізіп жатқан радио бастаушымын. Өтінемін, көмек беріңіз" деген жазу көтерген кісіні көріп қалады. Журналист бұл дауысты тыңдап көруге шешім қабылдайды және тоқтайды және бомжға сұрақ қояды. Бомж бұған керемет жауап береді және бұған таң қалған журналист оған $1 ұсынып, оны бейнеге түсіріп алады. Ертеңіне бұл видео интернетте тез тарайды және бір күннің ішінде 1 миллион қаралымға ие болады. Бұл кездері 1 миллион қаралым өте керемет нәтиже еді. Бір сөзбен айтқанда, Тед Уильямс ертеңіне атақты адам болып оянады. Алтын дауысты Уильямсты Американың ең атақты арналары көрсетеді. From NBC News, this is Today with Matt Lauer and Meredith Vieira. Live from Studio 1A in Rockefeller Plaza. Would you like to come to Hollywood? I certainly would. Welcome to our show. Ted Williams. One and only Ted Williams. Right now, I've got goosebumps in the studio with us. Welcome, Ted Williams. From the lonely streets of Columbus, Ohio, an abject Уильямс сұхбат беруге ұсыныс тастаған журналистерге сұхбат беруге шешім қабылдайды. Америка армиясынан кейін ол радио станциялардың бірінде жұмыс атқарған. Онда өзінің арманына жететінде атақты радио бастаушы болуға жетерліктей жағдай болған. Оның өз үйі, машинасы, әйелі, бала-шағасы болған. Алайда ол ішкілікке беріліп, наркотик қолдана бастаған. Нәтижеде ол жұмысынан айырылады. Әйелі бала-шағасын алып үйден кетіп қалады. Ол кокаин қолданатын еді. Бұндай өмір оны алысқа апармады. Ол барлық нәрсесінен айырылды. Бұл кезде оған тіпті өзінің дауысы да жәрдем бермеді. Алайда ол өзіне күш тапты, алкоголды қойды және наркотикқа жоламады. Уақыт өткеннен кейін Тедті көшеде тани бастады және онымен суретке түсе бастады. Оның атағы сағатына артты. Уильямсты алтын дауысты адам деп атай бастады. Ол Америка телеканалдарының ең атақты шоуларында шығатын еді және өзінің керемет дауысын ұсынатын еді. NBA баскетбол Тед Уильямсты ойын комментатор етіп жұмысқа алды. Ол бомж кезінде полицейлер оны тез-тез қамауға алатын еді. Алайда полицейлер онымен сөйлескенді ұнататын еді. Оның даусына байланысты емес, жай ғана жақсы адам болғандықтан. Оның коллегасындағы адамдар және оны танитын адамдардың барлығы Тедті керемет адам деп айтады. Ол ешқашан адамдарды бөлектемейді. Ол өте қарапайым. Қазіргі таңда Тед Уильямс жұлдыз. Оның өз үйі, жұмысы, керемет достары бар. Ол өзінің атымен аталатын қайырымдылық қорын ашты. Қазіргі таңда Тедтің 9 баласы бар, 7 қыз және 2 ұл. From NBC News, this is Today with Matt Lauer and Meredith Vieira. Live from Studio 1A in Rockefeller Plaza. Would you like to come to Hollywood? I certainly